Министерство обороны мен жаңа КИК-тің арасындағы договор дұрыс болмағандықтан бізді 103 семьяны военный отбасыларды ана квартирадан шығарып жіберді. Бір-ақ күнде. Бізде айтады ғой, жаңа баланың жағдайын жасама, оларға үй алып бермеу керек деген сияқты. Жалпы 6 үй алуға не мотивация бар сіздерде? Егер сенің баспанамен қамтамасыз етіліп тұрса балаң, ол выживаниемен айналыспайды. Біз тек выживаниемен айналыстық. Сол стратегиямен қараса, негізі адамдар ұтады. Ипотекалық брокерсіз адамдар үй ала алады ма? Біздің қазіргі үй алып беріп жатқан клиенттің 80% десем болады, біреулерге алданып келген адамдар. Сол декретке ашылған ИП-ны да үй алу үшін қолдануға болады. Енді осы нәрсені айтсаңыз, кейбір адамдарда шошуы мүмкін. Ондай ақшам болса, жинап ала салмайын ба деген сияқты. Жалпы біздің қазақтарда ипотека мен үй алуды тоқтататын нәрсе бұл первоначальный взнос па, әлде басқа нәрсе ма? Сол кезде мен ұтылып тұрмын ғой. Иә, әрине. Сіз де қазір тура солай ұтыласыз деп. Бізде адамдарда ол айлық төлемді төлеуден емес, осы ақшаны дұрыс басқарумен проблема бар сияқты. Иә. Сәлем көрермен, бұл Bible подкаст каналы, сіздермен Ұлпан Түзелбек. Бүгін бізде қонақта ипотека эксперті Гүлжанат Тұрдиева. 1000-нан астам отбасыға үй алып бердіңіз, иә? Алматыда 6 үйіңіз бар, осы сала арқылы өзіңіздің алған. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Иә. Қайырлы кеш. Сізді 2021 жылдан бері танимын. Жалпы ипотека деген сөзбен ипотека деген сөзбен сіз маған ассоциация боласыз. Мен өзім бір танысым болған. Сол кісі, мен осы экспертпен жұмыс жасаймын деген кезде мен сізді таныдым. Ол кезде тіпті ипотеканы көп адамдар дұрыс жағынан білмейтін шығар, енді білмеймін. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Енді қайырлы кеш. Бұл әркім өз саласына былайынша жайдан жай келмейді деп ойлаймын. Негізінде менің де осы салаға келуім, ол жаңағы өзіміз квартирада тұрдық. Мен мысалы 4 балам бар, көп балалы анамын, декретте отырмын, күйеуім әскери қызметкер. И біз ана квартирадан мына квартираға көшіп жүрміз да. Күйеуімнің айлығы 120 000 теңге. Ол квартираға төлесең тамаққа жетпейді, тамаққа төлесең квартираға жетпейді. И Каспиретке продукт алып жүрміз. Жағдай деген енді өте төмен. Қай жыл? Бұл 2019 жыл. 4 бала мен квартирадан квартираға жүріп, уже алтынның бәрі бітті, ломбардқа өтіп кеткен. Біз Каспиретке продукт алып жүрміз, квартирада тұрамыз, балалардың қалада мектепте оқысын деп. Сол кезде біз жаңағы әскери баспанамен арендаға Ақкенттен 83 квадраттық 3 бөлмелі пәтер аламыз. Енді ол кезде біздің андай кішкене білімсіздігіміз ба, договорды жөндеп оқымағандығымыз ба, біз ана үйді алған кезде қуандық, алдық, 2,5 жыл ана арендный жильода тұрдық. Бірақ бір күні жаңағы Министерство обороны мен жаңа КИК-тің арасындағы договор дұрыс болмағандықтан бізді 103 семьяны военный отбасыларды ана квартирадан шығарып жіберді. Бір-ақ күнде. Енді ойлаңыз, біз далада қалдық. Оғанға дейін біз әскери бағдарламаға бірнеше рет қатысқанбыз, бірақ өте алмадық. И сол кезде біздің үмітіміз нақты әскери баспанадан үзілді. Яғни біз бұрында сеніп келдік қой, сол әскери баспанамен үй аламыз деп. Енді ояқтан үміт үзілгеннен кейін мен ойладым да, біз енді көп балалы отбасымыз ғой, значит, давай мына жақтан көрейік. Көп балалы отбасы болып әрекет жасап көрейік. Енді ол кезде мен әскери баспанаға қатысқам, білем біраз нәрсені, сонымен екінші жолымызды қарастырып көрдік. Жаңа көп балалы отбасы ретінде үйдің кезегіне тұрып, документтеріміз туралап, бірнеше бағдарламаға қатысып, біз Алматы қаласынан 2 бөлмелі пәтер алдық. Содан басталды негізгі неміз. Біз өзімізге алдық. Енді ол бізде алғашқы пәтер болған соң қатты қуандық. Оған даже 2 бөлмелі пәтерлі біз 200 000 теңге төлеп қана алдық қой. Ол кезде брокер ешкім жоқ, иә? Жоқ, ол кезде көмектесетін ешкім жоқ, бізге жол айтатын ешкім жоқ. Өзің на опыте көресің да барлығын. Енді ол жерде 10% алғашқы жарна бар. Бізге 900 000 теңгесін мемлекет төлеп берді, алғашқы жарнамызды. Бұрын ол сондай болатын, 900 000 теңге төлеп берді. Ар жағында 200 000 теңгесін біз өзіміздің қалтамыздан төледік. Сонда получается, бір 200 000 теңгемен Алматыдан 2 бөлмелі пәтер алдық қой. Бұл 2000 қанша? 21 ма? Иә, 21 жылы. Сол кездегі менің дұрыс жасаған нәрсем ертерек қимылдаған. Сол ертерек қимылдағанның арқасында біз сол кезде алып үлгеріп қалдық. И содан басталды. Уже менің жан-жағымдағы таныстарым, туыстарым маған келе бастады да. Әйтпесе мен бұл салаға келейін деп келген жоқпын. Сен үй алыптың ғой, білесің, маған да жасап берші.
Екінші үйім тура өзіміздің алған пәтердің екінші этажынан жаңағы бірге жұмыс жасайтын әріптестерім алып беріп деген сияқты. Содан ары қарай спрос пайда болды. Содан ары қарай мен осы салаға келдім. Одан кейін екінші, үшінші, төртінші, бесінші, қазір алтыншы үйімізді алдық қой. Алтыншы үй бізде айтады ғой, жаңа баланың жағдайын жасама, оларға үй алып бермеу керек деген сияқты. Жалпы 6 үй алуға не мотивация бар сіздерде? Менде мынандай ой болды. Бізді негізі менде мынандай ой бар екен. Менің әкем мен оқуды бітірген кезде бізді баспанамен қамтамасыз етіп қойды. Мен ойлайды екем, что барлық ата-ананың міндеті баспанамен қамтамасыз етіп қою. И біз үйленген кезде көрдік қой, біз қайда барарымызды, тұрарымызды білмей пәтерден пәтерге жүрген кезде мен ойладым да, менің балаларым бұлай жүрмеу керек. Біздің қаншама 15 жыл уақытымыз просто пәтерден пәтерге көшумен өтіп кетті ғой, былай қарасақ. Балдарыңыздың 15 жылын үнемдедіңіз. Иә, балалардың 15 жыл уақытын үнемдедім десем болады. Бір шетінен, егер сенің баспанамен қамтамасыз етіліп тұрса балаң, иә, ол выживаниемен айналыспайды. Ол өзінің карьерасымен айналысады, ол өзінің демалуымен, ол өзінің отбасына көңіл бөлумен айналысады. Ал біздің 15 жыл уақытымыз, біз не отбасыға көңіл бөлген жоқпыз, біз балаға внимание берген жоқпыз, біз тек выживаниемен айналыстық. Лишь бы квартира төлеу керек. Лишь бы квартира төлеу керек, ертең коммуналка төлеу керек, сол нәрсемен ғана айналыстық да. Ертең қазіргі ойлаймын да, қазіргі ата-аналар баласының болашағын ойласа, білім беру ол само собой обязательно, но одан бөлек баспанамен қамтамасыз етіп қою керек деп ойлаймын. Чтоб ертең баласы ары қарай, ол кейбір ойлауы мүмкін, жоқ, жаңағындай пәтер алып беру ол балаға жаңағындай артық болып кетеді деген сияқты. Жоқ, ол артық болмайды. Егер сіз дұрыс білім беріп, и оның болашағына инвестиция жасап қойсаңыз, ол ешқашан да артық болмайды. Ол сіздің тәрбиеңізге байланысты. Бір қаржы эксперт айтып еді, осы сұрақты қойған кезде, бір квартирадан бала бұзылып кетпейді деп. Иә. Дұрыс айтасыз, иә. Сондай болмен осы салаға келгенбіз. Қазірде маған мынандай нәрсе екен да, не үшін басқа біреудің жаңағындай біреуге қызмет көрсете береміз да? Неге тоқтап қалмаймыз біз деген сияқты ше. Өйткені мен сол кезде алған қуанған қуанышым менде әлі қалып қойған екен да. И мен басқа адамның да сондай қуанғанын қалайды екенмін. Иә, клиенттеріңіз өте көп сіздердің, иә, бәрі таниды деген сияқты. Жалпы жаңа сіз айттыңыз ғой, балалар, әр баламды баспанамен қамтамасыз етемін деп. Жалпы сізге келген клиенттерде де сондай ой болады ма? Бір үй алғаннан кейін екінші үйімді алсам, балама үй алсам деген сияқты. Міндетті түрде біздің клиенттеріміз бір рет бізге келіп үй алды ма, обязательно екінші рет, үшінші рет келеді. Кеше ғана бір клиентіміздің келді, қызына үй алып бергенбіз. Одан кеше әскери наурызбен ұлына үй алып бердік. Енді сол кісінің қайнысына үй алып беріп жатырмыз. Бір келген адам міндетті түрде екінші, үшінші рет келеді. И бізде мынандай қате түсінік бар да, мен бір үй алсам, басқа үй ала алмайтын сияқтымын деген. Сондай бір көзқараспен қарайды. Қазіргі алып жатқан үй как будто бір соңғы үй сияқты қарастырады да. Қазір мысалы келген клиенттің жағдайы бір бөлмеге жетіп тұр. И жаным болды, осы бір бөлмені алшы десең, жоқ, маған 3 бөлме керек дейді ғой. 3 бөлме керек дейді да, әлі 2-3 жылдап квартирада жүре береді. Хотя сен андай ғой, хотя бы бір бөлмені ал да, соның ақырындап қарызын жапқан кезде енді сенде аяққа тұрасың ғой. Сол кезде бір бөлмені сат та, сен 2 бөлмеге көш. 2 бөлмені сат та, 3 бөлмеге көш. Солай өсе бересің, иә. Солай негізгі дұрыс нәрсе солай да. Сен де баспалдақтан 20-шы баспалдаққа аттасаң, иә, қалай мүмкін емес, иә. Сондықтан да былай 1 бөлме, 2 бөлме деп сол стратегиямен қараса, негізі адамдар ұтады. Жалпы бізден енді мемлекеттік бағдарламалар десе көбісі өзінің танысы, туысы деп айтып кетеді ғой, бірақ енді сізге қарасам, енді мыңдаған адамдарға енді ол таныс туыс болуы мүмкін емес қой. Өте көп адамдарға осылай себепші болып жатырсыздар. Жалпы ипотекалық брокерсіз адамдар үй ала алады ма? Былай айтайыншы, ипотекалық брокер сіздің үй алу этабыңызды тездетеді. Сіз өздігіңізден үй алу үшін бір 2-3 жыл жүруіңіз мүмкін. Но ипотекалық брокерлер арқылы сіз 6 айдың ішінде алуға болады. И бізде қазір көп адамдарда мынандай түсінік бар да, үй алу қиын. Үй алу үшін әке-көке керек. Бізде қазақтар десе өзімізге тиеді ғой, мынандай ғой. Келеді, давай 6 ай дайындалайық. 6 айдың ішінде былай дұрыс дайындық жасасақ, сен мынанша
мынандай 2 бөлмелі пәтерлі боласың, ай сайынғы төлемің 300 мың теңге болады. Хотя бы 6 ай дайындықтан бастайықшы. Кетеді, бірақ бізде көп адамдар бір невозможный условияны іздеп жүреді. Ол дегеніміз мынандай да, мемлекеттік бағдарламамен кезегіңді жылжытып жіберем. Сен 1 бөлмелі пәтердің ақшасына 3 бөлмелі пәтер ала аласың. Табыс растаусыз ақ мен саған мемлекеттік бағдарламамен үй алып берем. Осындай желеумен қолындағы 2-2,5 миллион теңгесін берген клиенттер өте көп. Біздің қазіргі үй алып беріп жатқан клиенттің 80% десем болады, біреулерге алданып келген адамдар осылар. Одан бөлек жаңағы сай емес бағдарламаларын өткізіп берем дейтіндер болады. Сай емес бағдарламадан өткізіп беру, мен сіздерге айтайын, ол мүмкін емес. В итоге 2,5 миллион да жоқ, ақша да жоқ. Бізге келіп, жаңадан дайындалып, басынан бастап қайттан алып береді. Сондықтан да қазір по черному өту жоқ. Олай өте алмайды. Лучше заңды жолымен дұрыс дайындалып, депозитіңізді дайындап, доходыңызды дайындап, үйіңізді өзіңіз таңдап алған, вот осы жол негізі дұрыс жол. Менің ойымша да солай сияқты, 10-20 жылап квартира төлегенше, жүргенше 6 ай шыдап, 6 айдан кейін алған деген сияқты. Жалпы осы ипотека десе көбісі жаңағы кредитный историям нашар деген сияқты сол нәрседен қашады ғой. Жалпы кредиттік историясы бұзылған адамдардың осы қаншалықты реально деп айтайыншы ипотека алу. Өйткені бізде мен осы қаржы эксперттермен, өте көп эксперттермен сұхбат болған кезде айтады да, ипо бухгалтер эксперттер дейді, жалпы біздің Қазақстанда дейді, потребительский кредиттармен жаңа күнделікті үйдегі қолданбайтын заттарды кредитқа алып, соның просрочкасына шығып кеткен адамдар көп дейді. Жалпы сіздің практикаңызда ондай клиенттер бар ма? Осы кезде біз банктерді екіге бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі отбасы банк, екіншісі басқа да екінші деңгейлі банктер. Екі түрлі ғана бізде несие тарихын бағалау көрсеткіші бар. Енді мысалы сіз бір банктен кредит алдыңыз, бір себептермен төлей алмай қалдыңыз, біраз уақыт өткеннен кейін, бірақ сіз оны төледіңіз. Егер ол банк болатын болса, сізде шанс бар. Тек отбасы банкпен үй алуға. Отбасы банктың бағдарламалары көп қой. Жаңағы наурыз жұмыскер, Алматы жастары, 50-50 деген сияқты. Отбасы банк сізге беру ықтималдылығы жоғары. Ал басқа да екінші деңгейлі банктер сіз просрочкаңызды жапқаннан кейін 5 жылдан кейін ғана сізге береді. Даже сіз 50-50 мен жаңағы табыс растаусыз алам десеңіз де, ол жерде де несие тарихына қарайды. Сондықтан барлық жаңағы кредит алам десеңіз де, ипотека алам десеңіз де, несие тарих ол маңызды. Но бірақ несие тарихында жөндеуге болады. Оны да, ал егер сізде жаңағындай мынандай болатын болса, егер сізде микрозаймнан алынған қарыз болатын болса, мысалы Солвадан қарыз алдыңыз, белгілі бір себептермен біраз уақыт төлей алмай қалдыңыз, біраз уақыт өткеннен кейін ол арестқа кетті, бірақ сіз оны шешіп төледіңіз. Төлегеннен кейін 1 жылдан кейін отбасы банк сізге ипотека береді. Ал басқа банктер сол баяғыша 5 жылдан кейін ғана береді. Демек 6 ай күтсең немесе 1 жыл хотя бы дайындалсаң, онда үй алудың мүмкіндіктері бар, иә. Жақсы. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, осы бір үйді алғаннан кейін екінші үйді де алуға болады, үшінші үйді де алуға болады деп. То есть ол қалай сонда сізде, мысалға, ол табыстың көптігіне байланысты ма, әлде отбасы банкке көбірек ақша салу керек па деген сияқты. Сіздің жаңа 6 үй дегеннен кейін басқа адамдардың да желаниесі ашылуы мүмкін да осы нәрсеге. Қараңыз, мынандай ғой, біздің миымыз қалай жұмыс жасайды, иә? Біздің миымыз баратын жерін көрмесе жұмыс жасамайды. Яғни қазір сізде үй жоқ па, бірақ үй алам деген желанияңыз бар ма? Екінші буточкаңызды бекіту керексіз. Мен 2 бөлмелі үй алғым келеді. И сіз мына баратын жеріңізді миға көрсеткен кезде, осы үйді алғым келеді деген кезде, бұл тугис сияқты ғой, сізді ана үйге қайтсе де алып барады. Яғни сіздің мақсатты дұрыс қоймағандығыңыз да бұл жерде. Егер мақсатты дұрыс қойсаңыз, миыңыз сізді сол үйге алып барады. Менде қазір осы нәрсе жұмыс жасайды көп. И ол жерде бірнеше факторлар бар ғой. Алғашқы жарнасыз үй алу деген нәрсе мүмкін емес. Барлық жерде алғашқы жарна керек. Негізі ипотека алу үшін не нәрсе ең бірінші әсер етеді десеңіз, ең бірінші несие тарихы әсер етеді. Егер несие тарихыңыз жақсы болса, екінші әсер ететін нәрсе ол алғашқы жарнаңыз. Алғашқы жарнасыз үй алу деген нәрсе жоқ.
мынандай қазір мынандай неге жаңағындай рекламаға көріп қалуыңыз мүмкін. Алғашқы жарнасыз үй алып берем деген жарналар көп қой. Енді соның астарында не жатыр қарастырып көрейік, иә. Мысалы, сіз келдіңіз, алғашқы жарнаңыз жоқ, бірақ үй алғыңыз келіп жатыр. Ол кезде сізге ипотекада шығарып береді, бірақ алғашқы жарнаңызды сізге кредитке шығарып береді. Сонда сіз ипотека плюс кредит төлеуге дайын болу керексіз. Екі түрлі кредит төлеуге. Одан кейін дұрыс таңдалған бағдарлама сізге. Қазіргі таңда былай айтуым мүмкін, қазіргі таңда қандай бағдарлама ең тиімді деп ше? Қазіргі таңда ең тиімді бағдарлама сізге, қазір ең бірінші сай келіп тұрған сізге бағдарлама. Сол тиімді. Иә, дұрыс айтасыз. Бағдарлама таңдауға мүмкіндік жоқ қой шын мәнінде, иә. Сізге қайсысы сай, соны аласыз. Жалпы енді сізге қазір ең бірінші қайсысы тезірек болады, қайсысы тиімдірек, сонымен алу керек та. Мысалы былай қарастыра аламыз ба? Мысалы, кәсіпкер ол ИП-сымен жұмыс жасап жатыр. Ол қандай бағдарламамен үй алуға мүмкіндігі бар? Бізде көбі былай ойлайды да. Менде бір клиент болған, былай көп қателік осы жерде жасайды. ИП-сы бар, бірақ келеді да, менде пенсионное отчисление жоқ. Мен жеке кәсіпкермін, мен үй ала алмаймын деп ойлайды да. А на самом деле сол ИП-ның доходын үй алу үшін табыс қылып көрсетуге болады. Каспидегі выписканы ма? Иә. Каспи пайдағы, иә? Ай сайынғы минимальный немен қоя берсең де аласың. Ол жерде егер сіз ИП егер болсаңыз, сіздің пенсионкаңыз керек емес. Қарастырылмайды. Ол жерде сіздің ИП-іңіз қанша оборот жасап жатыр. Соған қарастырады. Одан кейін менде бір клиент болған, мынандай 300 мың теңге айына шығынданып келген. Анадан естіген, мынадан естіген, примерно өзінде ИП бар, пенсионка болу керек екен, пенсионка 300 мың теңгеден, жаңағы зарплата 300 мың теңгеден болу керек екен деп, 30 мың теңге пенсионкаға түсу керек екен деп, ақшаны салып, 6 айдан кейін келеді ғой. Ойлаңызшы, өзінің ИП бар, бірақ оның өзінің ИП-сынан құйған пенсионкасы ешқай жерге доход ретінде қарастырылмайды. Потому что ол өзі құйып отыр ғой, өзінің ИП-сынан. Ал басқа ИП-дан құйылған болса, ол қарастырылатын еді. Иә, өз ИП-да итак ол доход болып саналады. Сонда есептесек 300 мың теңге шығынданып келген. Мен айтамын да, сізге 300 мың теңге шығынданғанша дұрыс эксперттен бір 30 мың теңгесін төлеп консультация алсаңыз, 300 мың теңгеңізді экономдап қалатын едіңіз ғой. И в итоге оның пенсионкасы тым еш нәрсеге қажет болған жоқ. ИП-ның оборотын көрсету арқылы үй алып бердік. ИП-да минимум қанша миллион обороты барлар үй алады сіздің практикаңызда? 20 миллион бір жылда. Бір жылда 20 миллион жасағандардың өзі үй алып жатыр, иә. Күшті, керемет. И ИП егерлеріне 20 миллион это ең азы. Ең азы. Қазіргі ИП егерлерін қарасақ, 60 миллионнан жоғары оборот тұрып отыр ғой. Әрине, 100 миллиондап жасайтындар, 200 миллиондап жасайтын налогтарын бәрін төлеп таза, иә. Даже декретке ашылған ИП-лар бар ғой. Сол декретке ашылған ИП-ны да үй алу үшін қолдануға болады. Көбі жаңағындай консультацияға келген кезде декретке ашқан ИП-ға бір жыл толғаннан кейін оны жауып тастап келеді да. На самом деле жаппай тұрып бір рет консультация алып көрші. Сол ИП-ны біз доход ретінде пайдалана аламыз ғой. Жаңа жылдың алдында өте күшті реклама шықты ғой. ИП-ларыңды жабыңдар деп көп адамдардан көргем мен. ИП-ларыңды жабыңдар, аз оборот болса жауып тастаңдар деген сияқты. Ол да кішкене зиян тигізіп жатыр екен, иә. Жалпы енді кәсіпкерлер туралы айттық. Енді келесі бір аудитория бізде көп балалы аналар деп қарастырайық. Ол адамдар үшін қандай бағдарламалар болуы мүмкін? Жалпы мен мына нәрсені айтқым келеді да. Сіз айтып жатырсыз ғой жаңа, егер бір жыл немесе 6 айдың ішінде кредиттік тарихты реттеп үй алуға болады деп. То есть, мысалы біреуден естіп алу мүмкін, кредитный историяң нашар болса, болды үй аламайсың деп крест қойып тастауы мүмкін да. Ал біз осылай әртүрлі аудиторияға қандай мүмкіндіктер бар екенін көрсетсек деген ой ғой менде. Енді көп балалы аналарға мүмкіндіктер көп негізінде. Мысалы, ең бірінші үйдің кезегіне тұру арқылы үй ала алады. Бірақ ол үйдің кезегіне тұрып алу, жаңағы концепция бағдарламасы 2-5% деп айтып жатыр. 2% үй алу үшін, бірақ сіз кезекке тұрғаннан кейін бірнеше жылдар күту керексіз ол үйді. Ол кішкене ұзағырақ. Егер күте алам десеңіз, мысалы ата-енесінің үйінде тұратын адамдарға ол выгодно. Күтіп, сол бағдарламамен 2%-мен алуға болады. Ол жерде айлық төлем бір 100-120 мың теңге ғана шығады. И ол жерде мемлекеттен 1-1,5 миллион жаңағындай, мен айттым ғой 900 мың теңгесі алдым сертификат деген сияқты, сол сияқты алғашқы жарнаны мемлекеттен сұрауға болады. Екінші бір бағдарлама, жоқ мен ондай күте алмаймын, мен көп балалымын, кезекке тұра сап, сразу 6 айдың 1 жылдың көлемінде алам десе, қазір бізде наурыз бағдарламасы бар.
сонымен 7%-пен алуға болады. Мысалы есептеп берейін, 30 миллионның үйі 6 миллион первоначалка құяды, ай сайынғы төлем 270 мың теңге шығады 13 жылға. 13 жылға. Біз кеше ғана бір клиентіміз алды, өзі 10 жыл сол ЖК-да квартирада тұрған, квартирасын 250 мың теңге төлеп тұрады. Қазір сол ЖК-дан 3 бөлмелі пәтер алып бердік, қазір өзінің үйіне 270 мың теңге төлеп отыр. Бай Сонда қарасаңыз, кішкене ертерек дайындалса, хотя ол уже 10 жыл өзінің ипотекасын жауып тастайтын еді да. Квартираның бағасымен бірдей ғой төлеп отырған суммасы, Алматыда тем более арзан квартираның өзі 250 мың тұратын шығар. Жақсы, келесі аудитория бізде жаңағы тұрақты зарплатада жұмыс жасайтын 300 мың, 200 мың алатын адамдар үшін қандай бағдарламалар бар? Негізі бірінші адамдарды, келген клиенттерді біз консультация өткізгенде былай қарастырамыз. Басында үйі бар және үйі жоқ деп екіге бөліп қарастырамыз. Үйі жоқ болатын болса, онда оларға мемлекеттік бағдарламамен бірінші алып алғаны тиімді. Содан кейін барып екінші, үшінші үйін ала берсе болады. Ал егер уже басында үйі бар болатын болса, ол адамдарға уже басқа бағдарлама ұсынамыз. 30-да 70, 50-де 50 деген сияқты, BI групптың үйлері деген сияқты, сондай бағдарламалар ұсынамыз. Бірағында да, сонда да көбінесе біз былай ұсынамыз. Келді, басында үй тіркелген, бірақ отбасы банкте жинап жүрген жинағы бар, бірақ 50-де 50-ге жетпейді, 30-да 70-ке де жетпейді. Егер ол кісінің жаңағындай 18-ге толған баласы болмаса, қызы болатын болса, депозитін сол адамдарға алып беріп, сол қызына, баласына солай үй алып береміз. Тиімді мемлекеттік бағдарламамен. Ол да заңды түрде, туыстардың арасында депозит беру заңды болып саналады ғой. Қазір сатып алу жоқ, бірақ жаңағы ұлына, қызына, мамасына, папасына беруге болады ғой. Керемет. Жалпы жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, 6 миллион первоначалка, мысалы 4 миллион болуы мүмкін, әр үйде әртүрлі. Жалпы ақша, енді осы нәрсені айтсаңыз, кейбір адамдарда шошуы мүмкін. Ондай ақшам болса, жинап ала салмайын ба деген сияқты. Жалпы біздің қазақтарда ипотека мен үй алуды тоқтататын нәрсе бұл первоначальный взнос па, әлде басқа нәрсе ма? Жоқ, бізде үй алуды тоқтататын нәрсе переплатаны есептеу. Осы кезде мен өзімнің басымнан өткен бір нені айтып кетейінші. 2017 жыл айттым ғой, бізді әскери баспанадан шығарды. Ол кездегі бағаны айтайыншы. Прям Ақкентте 3 бөлмелі 83 квадраттық үй, өзінің бағасы 18 миллион теңге тұрады. Чистовая отделка, дайын кіре салатын үй. 18 миллион теңге тұрады. Енді мемлекетпен договор дұрыс болмағаннан кейін бізді шығарды ғой, бірақ КИК бізге ұсынды. Үйдің бағасы 18 миллион теңге тұрады. Сендер осы үйді өздерің ипотекаға оформить етіп алып қалыңдар. Ай сайын 250 мың теңге төлем болады. И біз сол кездегі менің мышлением мынандай болды. Біз есептеп қарасақ, ол үйді 10 жылдан кейін біз ол үйді 39 миллион қып қайтарады екенбіз. Переплатасымен. Біз айттық қой, жоқ, біз бір үй алып, 2 үй қып қайтарамыз ба деп, біз ана үйді алмай қоямыз ғой. Ойлаңызшы, 5 жылдан кейін жаңағы үйдің бағасы 41 миллион тұрады. Мәссаған. Сонда сол кездегі переплатасын есептеу мышлениеміз бізге кері әсерін тигізді ғой. Хотя сол кезде тырысып сол үйді алып қалған кезде біз ұтатын едік қой. Қазіргі адамдардың мышлениесі тура осындай. Оған мен ренжімеймін, потому что мен кезінде сондай болған. Бірнеше миллион. Сіздің жауабыңыз қандай болады ондай адамдар үшін? Мен тура осы кейсті айтып беремін да. Қараш, 2017 жылы осындай тұрған квартира. Мен переплатасын есептеп, мен бір үйді 2 үй қып қайтарам ба деп, мен сол үйді алмай қойдым. Ойла, 5 жылдан кейін ана үйдің бағасы 41 миллион тұрады. Сол кезде мен ұтылып тұрмын ғой. Әрине. Сіз де қазір тура солай ұтыласыз деп айтамын. Және одан бөлек бұл переплатаны азайтып, досрочно жабуға да болады, Әрине. Тағы бір лайфхактарын көрген едім. Мысалға, сіз ипотекаңызды төлеген күннің ертесіне қандай да бір бөлігін төлесеңіз азаяды деген сияқты. Осы жайында айтып беріңізші. Былтырғы жылы мен бір квартираға алдым, жаңағы 50%-ын төлеп, 50%-ын ипотекаға жасап алдым. Алғаннан кейін бір 3 күннен кейін менде бос ақша болып қалды. 1 миллион теңгесін құйып, ананың 3 жылын қысқартып тастадым. Сонда үстіндегі 13 миллион переплата кетті. 1 миллион теңгемен ғана. Мәссаған. Осыны есептеу керек та адамдарға. Барлығы ойлайды, мынандай ойлайды да, алғаннан кейін мен мына переплатаның барлығын төлеймін деп. Осы жерде бір күшті лайфхак айтып кетейін. Үй алам деп жүрген кісілер тыңдасын. Егер сізде үй алатын болсаңыз, 2 түрлі бағытпен қарау керек. Мен мына алған үйімді досрочно жабамын,
или досрочно жаппаймын, соңына дейін осы төлеммен төлеймін. Егер сіз досрочно жабатын болсаңыз, онда табыс растаусыз ақ екінші деңгейлі банктермен ала беруге болады. Өйткені ол жерде жаңағындай менің қолданып отырған жаңағындай переплатасын азайту арқылы өзіңіз удачно төлеп бітіріп тастайсыз. Екінші бір жағдайда жоқ, мен переплатасын азайта алмаймын, мен соңына дейін осы төлеммен қалам десеңіз, онда сіз отбасы банкпен алыңыз. Тиімдісі сол болады, иә. Және бұл жерде переплатаның суммасы маңызды емес қой, нақты мынанша сумма деген сияқты, иә. Иә, қараңыз, қазір сіз үй алдыңыз да, үй алдыңыз, тура жаңағы менің келтірген кейсім ғой. Қазір сіз 25 миллионға үй алсаңыз, ол бір 5 жылдан кейін 50 миллион тұрады. Сіздің төлеген переплатаңыз сол кездегі үйдің бағасын көрсетіп тұр ғой. Иә. Үйдің бағасы сондай болады. Банктерде соны есептеп отыр десеңіз. Иә, банктерде соны есептеп отыр ғой. Даже сіз сол кезде сатам десеңіз, сіз оны 25-ге сатпайсыз ғой, сіз оны 50-ге сатасыз ғой. Иә. Бәрібір ұтып тұрсың. Бәрібір сіз ұтып тұрсыз ғой. Иә. Сондықтан да ипотекаға үй алу әрқашанда ол выгодно. Мысалы, менің қолымда бір үйдің ақшасы тұратын болса, мен оған бір үй алмаймын, сразу екіге бөліп, екі үй аламын. Қазір жастардың арасында мынандай бір тенденция жүріп жатыр екен да, біз той жасағанша үй алайық деп, немесе екі жақтың ата-анасы келісіп, тойдың орнына первоначальный взнос беріп, квартира алып берейік деген сияқты. Сіздің практикаңызда кездесіп жатыр ма? Жалпы қазір жастар қаншалықты сауатты осы жағынан? Бұрынғы біздің кезге қарағанда қазіргі жастар айтар едім өте сауатты. Және бұрын біз біреу үшін деп біреуге көрсетіп қалсақ, біреуге күшті той жасай алатынымызды көрсетсек деген сияқты бір ол бір бессознательно сондай бір нәрсе бар еді ғой. Қазіргі жастарда өздерін көбірек ойлайды. Маған қалай удобно, маған қалай дұрысырақ деген сияқты ше. И осы кезде бұрынғыша той жасалып, гулянкаге шығып, қыдырып, бір понтты көрсету қазір азайып бара жатыр. Оның орнына жастар жаңағындай ақылмен лучше сол ақшаны первоначалкаға құйып, үй алайық деген шешім қазір өте көп. Және қараңызшы, сіз мысалы ол үйленді, тойға кемі 5 миллион жұмсайды. Кемі? Иә, кемі ол. Қыз ұзатылып жатыр, кемі бір азғантай ұзатып бердім дегенде 3 миллион теңге жұмсайды. Осы 2-8 миллионды қосып, балаларын алғашқы жарына құйып берсе, ата-ана, сол кезде олардың болашағы кішкене бақыттырақ болады. Қалмалын қоспадыңыз, ой, нені артынан апаратын жүгін қоспадыңыз ғой. Жүк, еш нәрсені қоспаған кезде, это самый минимальный деп есептеп тұрған кезде. И қазіргі жастар в основном көп осындай. Бізге той керек емес, потому что той біз үшін емес деген уже түсінді жастар. Лучше біз ол ақшаға қыдырайық, алғашқы жарнаны құйып үй алайық деген жастар өте көп. И осылай болған дұрыс. Олардың ең дұрыс шешімдері осы. Иә. Алдында бір неден тредстан оқып қалған едім. Жастарға ата-анасы араласады, енесі араласады, тағы басқа деп ойлайсың да, на самом деле олар квартираның жоқтығынан араша жасады деп ше. Ол нәрсе де бар екен. Енді олар үй болғаннан кейін тойдың кредитін төлеу керек. Квартираны төлеу керек, ішіп жеу керек, еще қыдыру керек қой. Орыс сол жерден басталады ғой бізде. Ол бар, және өте көп адамдар бөлек тұрғысы келеді екен, бөлек шыққысы келеді екен, сол үшін де үй алатын. Жалпы сіз өте сауапты істер жасап жатырсыз. Мен былай ойлаймын да, алдында бір үйде шашуға бардық, енді бізде көп клиент алып жатыр, бірақ барлығына шашып бару мүмкін емес ол. Енді арасында барамыз да. Сол кезде бір клиентім енді жаңағындай қаладан пәтер алып, көп балалы ғой, енді ауылдан қалаға көшіп келіп жатыр. Сол кезде жаңағы айтады да, менен бұрын балаларым қатты қуанып жүр дейді да, далада ойнап, мама біз қандай күшті жерде тұрып жатырмыз деп қуанып жүр деген кезде менде бір андай болды да, біреудің тағдырының жақсы жаққа өзгеруіне ықпал етіп жатырмыз ғой деген нәрсе болды да. И осыдан кейін ары қарай жұмыс жасауға деген жаңағы құлшынысың артып, ары қарай осындай кейстер өте көп. Яғни сен біреудің өмірінің жақсы жаққа өзгеріп жатқанына себепкер болып жатырсың да. Керемет. Мен жақында тағы бір пост оқыдым да, ол жерде былай, қазір жастар қайда асығып бара жатыр дейді. Бір апай ғой жазып жатыр. Бірі жаңағы BI групптан үй алып жатырмын дейді. Бірі жаңағы өзімнің жұмысымнан құйып, біреу первоначалкасын құйып берді дейді. Біреу ата-анасын мәжбүрлеп жатыр, жаңағы студент жастар үй алып берді дейді. Сізде де бар ма студенттер үй алатын? Әрине, өте көп студенттер.
қазіргі жастарға мен вообще ризамын негізінде. Өздері студент, еще өздері жұмыс жасайды, депозитке ақша жинап, сол арқылы енді ата анасы да көмектеседі ол жерде. Студенттерде үй алуға болатын бағдарлама бар ғой қазір. Қандай бағдарлама? Осы студенттің кейсін қарастырайықшы. Давайте нақты бір кейсті айтып берейік, иә. Өзі мама папасы жаңағы Тараз жақта тұрады, қызы Алматыда мединститутта оқиды. Қыздың атына депозит ашып, қыз да өзі құйған, мама папасы құйған. Енді бірақ ары қарай білмейді қалай алу керек екен, не істеу керек екен. Бірақ құя берген, иә. Әйтеуір бір ақша бар да. Сол қызға біз осы Алматы қаласынан 2 бөлмелі пәтер алып бердік. Қазір мединститутта оқиды, сол 2 бөлмеде тұрып жатыр да. Ол Наурыз бағдарламасы арқылы 9%-бен ол жерде самый важный нәрсе стипендия алу керек. Егер балаң стипендия ала алса, соны көрсету арқылы, негізгі доход ретінде стипендиясын көрсету арқылы, сонда 2 бөлмелі пәтер алды. Стипендия где-то 90 мың теңгедей. Бірақ ол 90 мың теңгені табыс көзін растау үшін жетпейді ғой. Папасы гарант болып берді. Сол арқылы қазір сол үйінде тұрып оқып жатыр. Жалпы осы енді ол былай айтсақ, бір отмазка деп айтсақ та болатын шығар. Мүмкін осы үй алу туралы айтқан кезде бір эксперттарды мен тағы көргенмін ше. Ол үйді аласыңдар, ол жаңағы ипотекасын қанша жыл переплатамен төлейсіңдер, 20 жыл банктың құлы боласыңдар деген сияқты жеке өзім сондай бір контенттерді көрдім. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай осыған? Қараңыз, ипотека алған кезде, мысалы, менде қазір қолымда ақша жоқ, допустим, да. Менде бір 5-6 миллион теңгем бар. Бірақ 5-6 миллион теңгеге үй келмейді ғой. Иә. Банк сенің жетатаң емес қой. Мен 30 миллион теңгені пайдалан, мам 30 миллионды ғана қайтарсаң болды деп айтатындай да. Сондықтан сен ол жақтан қарыз алдың ба, үстіне банктың де пайдасын беру керексің. Ал саған қазір выгодно ма жаңағы 5-6 миллионның ұстап, біреудің ипотекасын жауып квартирада жүрген? Или же сен сол ақшаға өзің үйіңді алып, сол 15 жылда өзіңнің үйіңді төлеп бітіргенің выгодно ма? Ол бір үйге бір үй төлеу, ол норма қазір. Біз жаңа есептеп көрдік қой. Иә. Даже сіз қазіргі алған үйіңіз выгодно болады. Ертең қазір сіз егер ипотекаға үй алған болатын болсаңыз, келесі жылы сіз айтасыз, былтыр алып алғаным дұрыс болыпты ғой деп. Өйткені, мынаны қараңызшы, менде мынандай бір кейс болды. 25 миллионға үй шығып тұр, ұсынып тұрмыз, бірақ ол переплатасы қымбат деп алмайды ол үйді. Күтіп жүреді. Бізде бір идеальный моментті күтіп жүру деген бар ғой. Как будто бір үй арзандап қалатын сияқты. Ипотеканың проценті бір арзандап қалатын сияқты. Бір переплата арзандап қалатын сияқты. Сол клиент келесі жылы сол үйді 32 миллионға алды. Бір жылдан кейін. Сол кезде дұрыс шешім қабылдаған кезде ол сол үйді 25 миллионға алып, еще бір жыл оның қарызынан құтылып үлгеретін еді. Осы салада сіз енді 7-8 жыл болды ғой жүргеніңізге. Адамдарға мына реалистті айту керек сияқты, жалпы үйдің бағасы ешқашан арзандамайды деген сияқты. Мысалы, биыл да жаңа айтты ғой, ой, жаңағы налог көбейді, 16% НДС қосылды, квартираның бәрін бағасы ұшады, ешкім үй ала алмайды деген сияқты. Мен ойлаймын, жоқ. Біз мысалға жаңа жылдан кейін январь айында үй алдық, біз үйді әрең таптық. Біз 1,5 ай квартира іздедік қой, сатып алатын квартираны сөйтіп тауып алдық да. Былай ойлайды ғой көбі, жаңағындай үй алсам мен ипотекаға ертең төлей алмай қалам. Ертең банк оны тартып алып қояды деген, иә. Қазір менің случайымда бір ипотека алған адам ипотекасын төлей алмай, ананың үйін банк тартып алып қойған жоқ. Барлығы төлеп жатыр. Еще қуанып төлеп жатыр ғой. Мысалы, бір салыстыру айтып кетейінші. Былтырғы жылы бір ЖК-дан клиентім 2 бөлмелі үй алды 21 миллионға. Тура сол ЖК-дан біз биыл алдық тағы бір клиентке. Ол 26 миллионға алды. Хотя ана бірінші алған клиент қорқа әрең алып еді. Мен бұны қайтып төлеймін, ертең бір квартирант шығып кетіп, екінші квартирант кіргенше оның ақшасын қалай төлеймін деген сияқты қорқып алып еді. Екеуі де төлеп отыр, нормально. И бірінші алған жаңағы клиентімнің айлық төлемі 180 мың теңге, екіншінікі 250 мың теңге. Яғни жыл өткен сайын ол арзандап жатқан жоқ, ол қымбаттап жатыр. И бірінші қорқып алған клиентім
бір жылын төлеп уже екінші жылдың страховкасын қалай төлеймін деп уже ол смело төлеп жатыр қазір. Менің ойымша бізде адамдарда ол айлық төлемді төлеуден емес, осы ақшаны дұрыс басқарумен проблема бар сияқты. Иә. Өйткені ол той томалақ бар, басқа нәрсе бар. Былай есептеп қарасаң, көзге көрінбейтін нәрселердің өзіне өте көп шығын кетеді ғой, шын мәнінде. Сосын тағы алдында бір ипотека экспертінен бір нәрсені көріп қалып едім. Қолыңа 10 теңге түссе де, 1000 теңге түссе де депозитке сала бер деген сияқты. Жалпы сіздің осы 6 үй алудағы стратегияңыз қандай? Ең бірінші жеңілдетілген ипотеканы қолдану стратегияда. Ең бірінші жеңілдетілген немені алып алдым. Даже екінші үйімді алған кездегі мен мына нәрсені айтып өтейінші. Даже менде ана үйді көрдім, үйді алғым кеп тұр. Алғашқы жарнаға да ақшам жетпей тұр, бірақ менде қатты ана үйді алғым кеп тұр да, потому что ана үй маған ұнап тұр. И мен жетпей тұрған сумманы бір айдың ішінде таптым ғой, қалайда. Иә, желание болды. Өйткені мен ана үйді алғым келіп тұр да. И ол кезде сен бейберекет қонаққа баруды, бейберекет жаңағындай қыдыруды, киім ала беруді, керек емес заттарды ала беруді доғарасың. Сенде нақты цель болмаған кезде сенің ақшаң ішіп жеумен, қыдырумен кете береді. Ал нақты цель болған кезде сен ананың бәрін автоматом өзің қысқартасың. Сөйтіп нақты цель болған кезде ол ақша табылады. Қайдан келсе де. Демек сіз өзіңіз бір нақты бағдарламаларды қарастырып жүресіз, қайсы тиімді, соған байланысты уақытыңызды алып, дайындалып, сонымен міндетті түрде, иә. Және адамдарда сіздің айтқан сөзіңізде мына нәрсені байқадым, бір иллюзия бар сияқты, мен 20 миллионды жинаймын да үй аламын деген сияқты. Иә, меніңше ол иллюзияны шешу керек сияқты, өйткені сен 20 миллион жинап жүргенде ол үйдің бағасы 25 миллионға баруы мүмкін, дұрыс па? Қазір мен мынандай халықтың арасында тараған мына нәрсені қатты басып айтып кетейінші. Бізде жоқ бағдарламаны іздейміз ғой. Бізде қазір келеді клиенттер. Мынандай ғой, бастағы иллюзиямен келеді, бірақ сен реальностьпен контактировать етсеңші, реальность қандай қазіргі? Қолыңда 2-3 миллион теңгең бар. Бірақ сенің ақшаң қазір бір бөлмеге жетіп тұр ғой. Давай мына бір бөлмені алайық десең, жоқ, мен 3 бөлме аламын дейді ғой. Мына жерде мысалы бізде бір неде мысалы Райымбек Момышұлында саған мынандай жақсы квартира шығып тұр. Давай осыны алшы десең, жоқ, маған Аль-Фарабиден жоғары керек дейді ғой. Еще давай жарайды, осыны алайық десең, еще бүйтеді ғой. Аль-Фарабиден жоғары болу керек, еще оның айлық төлемі 200 мыңнан жоғары болмау керек қой. Мәссаған. Осындай иллюзиялар бар бізде. Сондықтан қазір сіздің ақшаңыз қаншаға жетіп тұр, сол реальностьқа қарау керек. Сіздің жетіп тұрған ақшаңыз қай бағдарламаға сәйкес келіп тұр. Одан кейін сол ақшаңыз қай жердегі үйге жетіп тұр. Бір нәрсені күтпей, сол нәрсені ала беру керек. Бізде адамдар көп, который 3 бөлме алам деп, әлі күнге шейін квартирада жүрген. Бірден соны алуым үшін жүремін деп, иллюзиямен. Жақсы. Мысалға, сосын отбасы банкте үй аласыз ғой, мысалы үлкейту үшін бір бөлмелі үй алдыңыз, сосын оны сатып екінші, үшінші бөлмелерге өте беруге болады, иә. То есть жаңағы енді ол неде тұр ғой, залогта тұрған үй ретінде саналады ғой. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бір бөлмені алып алды, одан кейін 2 бөлмеліге көшті деген сияқты. Олардың стратегиясы қандай? Мысалы, сіз отбасы банкпен үй алсаңыз, бірақ үйіңізді сатайын деп жатсаңыз, оның ар жағында остаток қалып тұрса, егер сіздің сатып алатын клиентіңіз отбасы банкпен алып жатса, оны залогтан шешпей ақ сатуға болады сол жерде. Ал басқа банктерде оны залогтан шешіп беру керексің. Хотя егер бір бөлме пәтерің бар, сен оның ипотекасын төлеп жатсың, бірақ какая-то бір часть қалды ана жерде төленбеген. Егер екінші деңгейлі банктер басқа болатын болса, сен анау алайын деп жатқан клиентіңнен задаток алып, ананы жауып, ол бір 3-5 күннің ішінде ананы залогтан шығарып берсең болады. Олай да жасауға болады. Олай да жасауға болады. Договор задатка деген бар. Яғни ана кісіден алған неңді нотариально договор задатка ретінде алып, үйіңді залогтан шығарып, ана кісіге сатып жіберуге болады. И содан қалған ақшаны уже сен екінші пәтерге құя аласың. Жақсы. Енді алғашқы пәтерін, екіншісін, үшіншісін алғысы келетін адамдар үшін 2026 жыл қандай бағдарламалар бар? Жалпы сіздерге алдын ала шыға ма бағдарламалар, осындайлар болады деген сияқты? Екінші, үшінші пәтерімді алам десе, бізде қазір 30-70 деген бағдарлама бар.
осы март айында қосылады іске. Сонымен алса болады, 50-50-мен ол барлық уақытты алуға болады. Одан кейін биай-групп арқылы табысты растаусыз жаңа косметологтың выпискасын көрсету арқылы екінші, үшінші үйін алуға болады. Жалпы осы биай групп туралы айтайықшы. Мгм. Биай группта мүмкіндіктер көп екен, иә, Мгм. өте көп. Жаңа дайын үй болсын, жаңағы черновой болсын, қандай бағдарлама болса да, тағы мынандай ұсыныс шығып жатыр екен. Квартира ретінде тұрып, соны жаңа өзің атың алуға болады деген сияқты. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бізде егер сенің қолыңда 20% алғашқы жарна болатын болса, онда сен жаңа табыс растаусыз ақ аласың. Бірақ бізде осы жерде бір парадокс пайда болады. Мынаның переплатасы көп, мынаның проценті көп. Ну, оны азайту үшін сенің қолыңда 50% болу керек қой. 50% жоқ па, онда осыған көнесің. Өйткені банк саған просто так пайдалануға бермейді ғой. Иә. Одан кейін, егер мынаның переплатасы көп дейтін болсаң, онда рассрочкаға алуға болады. 5 жылға. Рассрочкаға алатын болсаң, айлық төлемің примерно, яғни үйдің сомасын саған 5 жылға шағып береді. Сен примерно миллионнан соны төлейсің Ай сайын. ай сайын. Ал Егер сенің қолыңда ақшаң аз болса, Мгм. сен переплатаны төлеуге дайын бол. Жоқ, мен переплата төлемеймін десең, онда көптен төлеуге дайын бол. А рассрочкамен алса, ол 20%, 30%, иә? 30%-дан басталады. Ал жаңағы онда рекламада не барасында биай группқа тапсырып квартира сияқты кіре бересің деген өтірік па демек? Ол мынандай нәрсе. Ол рассрочка бұрыннан бар еді. Аха. Бірақ ол алғашқы жарна 20%, 30%-ын төлейсің. Мгм. 30%-ын төлейсің да қалған рассрочкаға бөліп беретін. Яғни 1 жылдан кейін сен ана үйге кіресің, алғаннан кейін де аны төлей бересің. Бұрыннан бар еді. Соның 30%-ын қазір 10%-ға қысқартты. Яғни 10% алғашқы жарна төлеп, сен ол үйге сразу кіре алмайсың, потому что ол салынып біткен жоқ. Ол салынып жатыр. Ол 1 жылдан кейін бітеді. Сен 1 жылға дейін жаңағы рассрочкаға бөліп берген суммасын төлей бересің. 1 жылдан кейін кіресің, одан кейін сол үйде тұрып ары қарай жаңағы рассрочканы төлеп боласың ғой. Бірақ то же самый Просто сол история қарайды, иә? мүмкіндікті бізде көп мүмкіндік деп қарап жатқан жоқ. Яғни бізді жеп жатыр, бізде переплата көп деп қарап жатыр да. Но сіз сөйтіп ойлап жүрген кезде елдер алып, уже ипотекасынан құтылған уақытта үйіңіздің соммасы да соған тең-бе-тең болып тұр ғой. Иә. Негізі шын мәнінде дұрыстап есептеп қарасаң, ай сайын болмайтын нәрсеге кететін шығынды дұрысы үйге жұмсау керек сияқты. Ал биай группта ол жаңағы кредиттік история, несие тарихы жалпы қаншалықты қатты қаралады? Ол жерде несие тарихы қарастырылады, бірақ біз келген клиенттерге былай жасап береміз. Егер мысалы келді, әйелінің несие тарихы құртылған болатын болса, онда жолдасыныкін қарастыруға болады. Егер прям жолдасыныкі де құртылған, отказ беріп жатса, онда жаңағы әйелінің інісіне, әйелінің сіңлісіне деген сияқты солай әйтеуір біреусіне алып береміз ғой. Бірақ ол андай рискованный емес па? Біреуге үй алып беру деген сияқты. Енді ол оның туысы, ол сеніп тұру керек қой сол адамға. Сенімді адамдарына, иә. Әрине, ол өйткені үй соның атында болады, оның ипотекасы төленіп біткеннен кейін ғана өзіне аударып береді ғой. Енді ол жерде, видите, ответственность өзінде болған кезде, ол өзінің несие тарихын құртпайтын еді ғой. Егер жоқ, менің атымда ғана болу керек десе, ол, пожалуйста, несие тарихыңды құртпа, идеальный қылып кел. Сосын сол кезде сенің атыңда болады да. Бір кісі айтып жатыр да, ситуация былай болған. Үй алғысы келеді, сонымен первоначалкасы жоқ, сонымен сіз айтқан сияқты кредитқа первоначальный алады. ИП-мен ба білмеймін немен алған, қандай бағдарламамен алған, сонымен үйді алады, черновой вариантты алады, оған ремонт жасайтын ақша жоқ, ремонт жасауға тағы да алады, кредит алады. Жалпы бұл жүйе қаншалықты дұрыс, сіз өзіңіздің клиенттеріңізге қандай дұрыс стратегияны ұсынасыз? Мысалы, мындай ғой, әр бағдарламаны алдыңа келген клиентке ұсынған кезде оның мүмкіндігіне қарау керек. Яғни сенің мүмкіндігің қазір черновой үй алып, плюс оның ремонтын жасауға жете ма? Яғни қазір алғашқы жарнаға 6 миллион керек болатын болса, сенің ремонтыңа да тағы да 6 миллион теңге керек. Или же жоқ, мен ремонтқа ақшам жоқ, менің бар ақшам осы 6 миллион болатын болса, онда чистовая отделка алу керек. Соған акцент қойып, солай алған дұрыс. Бір шетінен ол клиенттің өзіне байланысты. Егер маған біреудің қалай болса солай жасаған ремонт ұнамайды, мен өзім дизайнерский ремонт жасағым келеді десе, жағдай жетіп тұрса, пожалуйста.
Ал жағдайың жетпей тұрса, оны сен басынан нақты шешіп алуың керек. Менің жаңағындай ремонт жасайтын ақшам жоқ. Менің бар ақшам осы первоначалкада. Маған уже с ремонтым үй керек. Дұрыс айтасыз, басынан есептеп Иә, мүмкіндігіңді қарап алу керек, бірақ үйді қандай жағдайда болса ала берсең ұтылмайсың деп ойлаймын. иә. Иә. Қандай переплатамен болса да алсаңыз, сіз ұтылмайсыз. Одан кейін тағы бір жайтты айтып кетейінші. Осы алдыңғы аптада келген клиенттің жағдайы мынандай болды да. Бізде өзіңізде қолыңызда бар первоначалканы ешқашан брокерге бермейсіз. Ол ақша Беретіндер брокерге бар ма? керек емес. Брокерге Ол- беретіндер бар ма сонда? Ол сіздің ақшаңыз сіздің депозитте тұру керек та. Енді сондай жағдай болған. Жаңағы брокердің услугасын төлеген, жаңағы первоначалканы да брокерге берген деген сияқты. Первоначалка да жоқ, үйде жоқ. Мәссаған. Негізі өте көп болып кетті, қазір 2 миллион, 3 миллион услуга алу деген сияқты, жалпы мен Осы жерде кішкене халыққа айтатын едім. Негізі ол сіздің де кінәңіз ғой. Иә. Сіздің де білімсіздігіңіз ғой. Иә, сіздің де как бы екі жеп бір биге шығып қалайын деген ниетіңіз ғой. Негізі ондай нәрселер көбінесе жаңағы мошенничество ғой, соңы былай қарап отырсаңыз, иә. Және ол мысалы брокерлік жаңа айналысатын адамдардың услугасы өте қымбат. Жалпы мына жерде көрермен де соны айтуы мүмкін. 3 миллиондық услугалар бар екен, 3,5 миллиондық услугалар бар екен. Жалпы ол сіздердің услугаларыңыздан қандай айырмашылығы бар оның? Былай айтайыншы, 3,5 миллион деген услуга жоқ негізі нарықта. 3 миллион төледім деді. 500 мың мен 1 миллионның арасында брокердің услугасы — это норма. Норма. Иә. Одан выше болды ма, значит, там что-то не так. Ақшаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін деген сигнал ол. Егер сізден көп ақша сұрайтын болса. Бұл жағдайда көбінесе жаңа сіз айтқандай барлығы жеңіл жолмен бола салса, тез бола салса деген. Айлық төлем аз болса, мен доход растамай ақ үй алсам деген нәрсеге барлығы апарып соғып тұр ғой. Біз үй алып берген клиенттің 80% сонда 2,5-2 миллион беріп алданып келген клиенттер. Не ақша жоқ, не үй жоқ. И сол адамдарға қазір біз жаңадан реттеп, алғашқы жарнасын реттеп, доходын реттеп үй алып беріп отырмыз. Даже еш нәрсесі реттелмеген болып келе ма? Даже кезекке қойылмаған ғой. Мәссаған. Енді былай қарастырайықшы, жалпы брокерларды қалай анықтау керек? Осы біледі ау, осы шынымен маған көмектеседі ау деген сияқты өте көп қой қазір. Енді бұл жерде әңгіме мынандай емес, басқаны таңдама, мені таңда деген әңгіме емес. Басқаның жұмысы нашар, менің жұмысым жақсы деген нәрсе емес. Бірақ та мынандай критерийға сүйеніп қазір бару керек сияқты. Яғни Инстаграмда қазір көп мынандай рекламалар көп. 2 миллион теңгемен үй алуға болады, тағы алғашқы жарнасыз үй алуға болады. Яғни Инстаграмда әдемі киім киіп алып, әдемі сөйлегеннің барлығының артында результат бар ма? Яғни ол қанша адамға кілт алып беріп жатыр? Оның кейсі бар ма? Сондай нәрселерге көбірек қарау керек. Тағы не нәрсеге? Сол істеп жатқан жұмысының қазіргі таңда нақты жұмыс жасап жатыр ма? Сол нәрсеге көп қарау керек. Мен байқаймын, көп адам бір әдемілікке көп сенеді. Ол бар. Егер Инстаграмың әдемі жүргізілген, сенің макияжың күшті болса, сен жақсы сөйлей алсаң, но бірақ артында бір кейс жоқ та оның. Соның өзі адамдарға доверие тудырып тұр ғой. Иә. Және келісім шартпен жұмыс жасау қаншалықты адамдарды осындай нәрседен қорғай алады? Келісім шарттың да түрі бар. Келісім шартпен алданған адамдар бар. Яғни ол келісім шартты нақты оқу керек. Келісім шарт деген нәрсе, менің ойымша, ол саған ғана выгодно болмау керек. Ол клиентке де выгодно болу керек. Даже маған бір юристке үй алып бергенбіз. Сол мен договорымды нақты оқиды ғой. Отырып вообще каждый пунктын. И менде андай болғанда басында мен үй алып берген кезде бұл маған ғана пайдалы болмау керек. Ол екі жақтың да мүддесін қорғап тұру керек. Кейбір договорлар бар, мысалы, көріп жүр қой. Қандай случай болмасын, ақшаң қайтарылмайды деген сияқты. Ондай да бар, иә. Мен сені бір бағдарламаға қатыстырдым, болды. Сонымен осы 500 мың теңгені күйді дегенде договор бар. Біздің договорда былай жазылғанда, егер біз сізді дайындап, бағдарламаға қатыстырып,
бағдарламадан өткізіп, вот үйіңді таңдап, вот алайын деп тұрған кезде егер сенің жағыңнан отказ болатын болса, ақшаң жартысы қайтарылады. Ал егер менің тарапымнан жұмыс жасалып, бірақ сол жасалған жұмыс нәтижесіз болып, мысалы бағдарламадан өткізе алмай, жаңағыдай үй алып бере алмай қалған жағдай болатын болса, онда ақшасы 90% қайтарылады. Осы әділ деп ойлаймын. Сол себепті де бізде клиент көп шығар. Мүмкін өте көп сіздің офисіңізге бір рет барғанда да қаншама адам отырды ғой, келген кезде де шығып жатыр, шығып бара жатсам да келіп жатыр деген сияқты. Керемет, мүмкін сол ниетіңізге де шығар, сіздің мүмкін сарафанный радиомен де жібереді деген сияқты бір-біріне. Білмеймін, менің вообще біздің тәрбиеміз сол кездегі сондай шығар. Яғни біреудің қақысына кіріп кетпеу, біреудің жаңағындай алдап кетпеу, арбап кетпеу, дұрыс жаңағындай не нәрсе жасасаң да біреуге жаңағы пайдаң тимесе, зияның тимесін деген нәрсені бізге көп құйып тастаған сияқты. Сол себепті де мүмкін солай жұмыс жасау керек. Егер сен біреуді алдап жұмыс жасайтын болсаң, сен ұзаққа бармайсың ғой. Иә. Тем более қазір бәрі дамып тұр дұрыс, честно істелу керек. Менің түсінігім бойынша. Дұрыс айтасыз. Және менде мынандай сұрақ бар. 20%-бен құйып жаңағы застройщиктің өзінен үй алу деген бағдарлама тоже бар ғой, мүмкіндіктері. Осы жайлы айтайықшы. Мынандай нәрсе ғой. Бізде қазір адамдар былай ойлайды екен. Мысалы, бізде бағдарламаға дайындалу емес, барып котлованға салсам мен выгодно алам деп. На самом деле, давайте қарастырып көрейік. Бардыңыз котлованға, 5 миллион теңге салдыңыз, 25 миллионның үйіне. Примерно 1-1,5 жылдан кейін үйіңіз дайын болды. Осы кезде елдердің бәрі ойлайды, котлованға ақша салсам 100% ана үйді ала алам деп. Бірақ сіздің үйіңіз дайын болған кезде документтеріңіз береді застройщик, вот оформляйся, саған 1 ай уақыт береді. 1 айдың ішінде вообще ештемеге дайындалмай, анан примерно үйдің бітетін уақытын білесің ғой сен. 6 ай бұрын хотя бы дайындалмай жүреді де, банкке барады, пак, отказ. И сол кезде застройщик оның ақшасын 5 миллион теңгесін полный қайтармайды. Оның 2,5 миллион теңгесін ғана қайтарылады. 20% ұстап қалады ғой. Жартысын ұстап қалады. 50% да ұстап қала ма? 5 миллион салдың, сенің 2,5 миллионың ұстап қалады. Бірақ переуступмен продажа жасауға көмек келіспей ме олар? Егер нең сол жерде кішкене шустрить етіп, оны переуступкамен де сатуға болады. Бірақ көбі саталады, кейбіреулер саталмайды. Саталмайды да, застройщиктен барып жарты ақшасын ғана қайтарып алады. Тем более енді жаңадан берілсе үй, ол жерде көп продажа болады ғой, квартираларда. Ол да конкуренция болады, әрине. Сондықтан да котлованға салғанша лучше сізге бағдарламаға дайындалған дұрыс. Бағдарламаға дайындалып, мен екеуім солай алынған деп айта салайын ба? Бағдарламаға дұрыс дайындалып, лучше сенің сол кездегі 1,5 жыл бұрын салып қойған адамның ала алмай қалды ғой үйін. Енді сол переуступкамен сатып жатыр үйін. Соның үйін сатып ала саған выгодно. Ұтылмайсың. Иә. Чем 2,5 жыл анаған ақшаңды салып қойғанша 6 ай дұрыс дайындал, и переуступкамен любой неден ала сал. Сондықтан котлованға ақша салсаңыз, ол сіздің 100% үй аласыз деген сөз емес. Бізде адамдар ойлайды, котлованнан ең арзан бағамен алам деп, бірақ жаңа ипотека одобрение бере ма, бермей ма, ол жағын ойланбайды десе. Негізі ол да бір пайда ғой. Мысалы, сіздің ақшаңыз 50%-ға жетпей тұр. Сол кезде қолыңыздағы 30%-бен мен не істей алам? В основном басында үй бар кісілер алады. Үйі бар, екінші, үшінші үйін алып қойғысы келген кісілерге. Ол да негізгі аты 30-70 деп аталғанымен, ол да 50-50 сайып келген кезде. Мынандай ғой, 30%-ын сіз құйдыңыз, 10%-ын застройщик берді, 10%-ын банк береді. Сонда сізде 50% болып тұр ғой. И қалған 50%-ын отбасы банк береді, солай 30-70-пен оформление жасайсыз. И сізде 2 график болады. Біреусі жаңағы 50%-дікі, 200 мың теңге ай сайынғы төлеміңіз, біреусі 40 мың теңге жаңағы застройщикпен кім берген, отбасы банк берген 20%. Соған 40 мың теңге төлейсіз, мына жағына 200 мың теңге төлейсіз. Ондай да мүмкіндік бар, Енді әртүрлі адамдар бар, мысалы қазір алғысы келіп тұр, бірақ бағдарламалар жоқ. Қазір алғысы келіп тұр, бағдарламаларға сай келмейді деген сияқты. Ондай адамдар үшін негізі өте күшті мүмкіндік деп ойлаймын. И осы жерде осы 30-70 ипсы бар адамдарға вообще күшті вариант. Ипсы болса, дайындалмай-ақ сразу ала салуға болады. Барсың. Алдында сіздің бір сторисіңізден көріп, бізде үй алуға келген, үй алатынын білмей қалады, адамдар қалай үй алғанын білмей қалады деп, то есть сіз келген адам мүмкіндіктерді көрсетіп жүресіз. Әрине. Бірінші
адамның өзіне таңдау беру керек. Мына бағдарлама бар, мына бағдарлама бар, мына бағдарлама бар. Саған алғашқы жарнасына, айлық төлеміне байланысты қайсысы саған кішкене қонымды болып тұр. Яғни саған черновой керек па, чистовая отделка керек па, қайсысы қонымды. Сонымен дальше жұмыс жасаймыз да. И бізде көп нәрседе ана эксперттен бір нәрсе естіп алған, мына эксперттен бір нәрсе естіп алған, тағы біреусінен бір нәрсе естіп алған, барлығын құрастырып алып каша жасап алып жүреді да. А на самом деле мына эксперттің айтып жатқаны ол басқа аудиторияға еді, мынаның айтып жатқаны ол басқа аудиторияға еді. Оның барлығын қосудың керегі жоқ та. Яғни бір бағдарламаға таңдау керек, и сол бағдарламамен жүріп өтсеңіз сіздің жолыңыз қысқарақ и тезірек болады. Жалпы ипотека мен енді әртүрлі клиенттермен жұмыс жасайсыз ғой. Сол кезде бір есіңізде қалған, осы жұмысқа бір өкіндіріп жіберген бір конфликтный клиенттер болды ма? Конфликтный бір ситуация деген сияқты. Енді адам болғаннан кейін, көп адаммен жұмыс жасағаннан кейін ондай нәрселер болады. Болмайды деп айтсам қазір өтірік болады. Негізі в основном клиенттердің көбі жаңағыдай рахметін айтып, сөйтіп бізді қонаққа шақырып деген сияқты сөйтіп жатады. Но бірақ арасында недовольный клиенттер де болады. Өйткені олар ойлайды, бағдарламадан өтсем болды, ертесі күні кілтті ала қояды екем деп. Но оның арасында қаншама жұмыс бар ғой. Жаңағындай залогы бар, оның басқасы бар деген сияқты, оценкасы бар деген сияқты. И сол этапқа олардың басында картина мынандай еді ғой, бағдарламадан өттім, ертесі күні кілтімді шыңғырлатып тұрам дегенше, ертесі күні мен шашу шашып барам деген не картина бар еді ғой басында. А реальность сондай болмай жатыр ғой. Реальностьта ана документ, мына документ болып жатыр ғой. Сол кезде шыдамай, жаңағы шыдамсыздық танытып жататын клиенттер болады. Ол кезде біз қалай реагируем? Иә, түсініп тұрмыз, но бірақ заңдылығы солай. Сіз ренжісеңіз де, ренжімесеңіз де ол осылай жүреді. И в основном біздің жаңағы клиенттер жаңағындай кипишовать етіп жатқан кезде, ол жерде любой моментте бір не шығып қалуы мүмкін. Мысалы, обременение справкада 38 квадрат деп тұрса, но по факту ол 37 квадрат болып қалуы мүмкін. Бір цифрадан бір жерде сондай шығып қалуы мүмкін. Сондай кезде клиент жаңағындай мазасызданып жатқан кезде менеджерлер түсіндіріп айтады, ну, бұл ешкімнің кінәсі емес, бұны можно решить, бұны шешуге болады. И на месте оны бір күн, 2 күннің ішінде шешіп солай барлық неде ары қарай шешімін тауып, яғни клиент саған жынданып тұрса, сен де оған жынданып ответ берсең, ана жерде от болады да. Мына адам жынданып тұрған кезде сен спокойно жауап бере алуың керек. Сен спокойно жауап берген кезде ол да сол тонға түседі. Ондай клиенттер көп деп айтпаймын, но арасында болады. Иә. Сіздің сөзіңізге қарап, мен бүгін подкастта мына нәрсені түсініп тұрмын да, жалпы адамдар неге үй ала алмайды, ол шыдамсыздық екен. Иә, шыдамсыздық. Жаңағы алданып қалып жатқандар да сол тез ұялғысы келеді, ешқандай нәрсеге қарамай, черный ход десең, сондаймен ұялғысы келуі мүмкін. Немесе жаңағы шыдамсыз болып 6 ай күтем ба деп лучше жаратып жіберу мүмкін ол ақшасын деген сияқты. Былай қарасаң, 10 жыл квартирада тұрған адамға ол 6 ай күтіп ұялу деген өте чудо нәрсе ғой негізі. Иә. Сол нәрсені көп адам түсіне бермейді ше. Сен 10 жыл квартирада тұрдың, просто 10 жыл біреудің ипотекасын төлеп бердің ғой. Ішің ашымай ма, это же өзің ақшаң ғой. Иә. Лучше сол ақшаны сен өзіңе жаратсаң дұрыс емес па? Мейлі қандай жол. Мен мысалы тұрады сондай бір жағдайда болатын болса, мен айтамын, мейлі не істеу керек, мен істеймін. Лишь бы мынау менікі болсын. Иә, дұрыс айтасыз. Тура осындай немен қараса, не істеу керек болатын болса істеймін. Но бірақ мына өзімнің үйім болсын, жаңағы өзіме қалса, мен барлығын істейтін едім. Дәл осылай не айтсаң да бәрін істеймін, бірақ биыл үй ала аламын ба дейтін адамдар үшін не айта аласыз? Бірінші, қандай бағдарлама ол кісіге сай келеді, бірінші соны таңдау керек та. И ол кезде біз таңдаған кезде де қазір айтамыз да, мынаншама уақыт дайындалу керек, мынанша уақытта үйлі боласың деп. Соны нақтылап алсын бірінші. Соны бірінші қай бағдарламаға сәйкес келеді, оны анықтаудың бірнеше критериялары бар. Яғни сіздің бірінші басыңызда баспана тіркелген ба, тіркелмеген ба. Екінші, сіздің айлығыңыз қандай, ипіңіз бар ма. Үшінші, алғашқы жарнаңыз қанша, ол отбасы банкте жиналған ба, жоқ ол қолда ма. Сол нәрсеге де байланысты бір негізгі 1 ай мен 1 жылдың көлемінде дайындалып алуға болады. Сол аралықта. Бұл максимум срок. Иә.
Кейбіреуге 2 ай дайындық жетеді, кейбіреуге 5 ай дайындық, 6 ай дайындық деген сияқты. Керемет. Енді біздің енді подкасттың аты Байбол деп аталады ғой. Жалпы мен осындай кәсіпкер әйелдерден, сіз кәсіпкер әйел ретінде шақырып отырмын ипотека темасынан бөлек. Жалпы бізде әйел адамдарда әсіресе отбасы, жұмыс, бала тәрбиесі деген сияқты өте көп задачалар бар ғой, бір сөзбен айтқанда. Жалпы сіз энергияны қайдан аласыз? Сіз қалай ілгересіз ондай жұмыстарға? Көп айтып жатады, сенің энергияң таусылмай ма деп ше. Иә. Бірақ менің де энергиям таусылады. Мен барлық нәрсені өзім істесем шашылып қалатын едім ғой. Яғни әр нәрсені өз маманы істеу керек деген нәрсеге сүйенемін. Мысалы, балаларымды оқыту керек болса, мен педагог емеспін. Мен ол балаларды ол деңгейде оқыта алмаймын да. Сондықтан оларды басқа адам оқыту керек. Үй жинау керек болатын болса, оны да өзінің маманы істеу керек. Кейде менің жолдасым ренжіп жатады, сонда біздің үйге қонақ келмей ма не деп ше. Мен былай айтамын да, мен күні бойы 10 клиентті қабылдадым, ойлаңызшы, иә. Менің энергиям таусылды ғой кешке қарай. И менің энергиям таусылған кезде, жаңағы энергияны сақтау уже нең қосылады, режимің қосылған кезде, сен уже ешкімді көргің де келмей тұрады да. Уже сенің энергияң үйге барған кезде біреуді күту емес, уже бала шағаңа деген энергияң сен ары қарай өзің әрең жеткізесің да. Сол кезде мен кейде былай айтамын ғой, уже шамаң жоқ болған кезде неге кетем? Демалысқа кетем. Спаға барып, демалып. Мен негізі, менімен ассоциация су деген нәрсе бар да. Теңіз. Менде де сондаймын. Маған бассейн болса, маған су болса, мен сол жерде жалғыз өзім жүре беремін. Мен қасыма ешкімді ертпеймін. Жалғыз өзім тыныштықта қалсам, өйткені біздің жұмыста бізде информация көп, өте көп, басымызда загруженность өте көп. Соны не істеу үшін су мен сол тыныштық. Сол кезде энергия жинап. Керемет. Біздің енді подкасттың аты Байбол деп айтамыз ғой. Сіз үшін байлық не? Мен үшін адамда ең бірінші байлық ол өзі. Иә, өзіне қанша инвестиция құйды, өзінің қанша білімді. Осы нәрсе адамның ішіндегі байлық. Яғни сенің бір затың бітіп қалуы мүмкін, но сенің ішіңдегі білімің ол бітпейді ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни сен біреуге қызмет көрсете алсаң, ол қызмет көрсету нәрсең бітпейді ғой. Осы нәрсе адамның ішіндегі байлық осы деп ойлаймын. Керемет. Бүгін сұхбат өте күшті болды. Ұялудың адамдар байқамайтын, көрмейтін мүмкіндіктерін айттыңыз деп ойлаймын. Және осы подкасттың бір активный бір 5 қонағына сіздің консультацияңызды берсек, қалай қарайсыз? Әрине, былай жасайық, сіздің подкастыңызды таратып, жақсы коммент жазған 5 сіздің оқырманыңызға тегін консультация жасап берейік. Тегін консультация, иә. 30 мың теңге тұрады. Сол консультацияны тегін алып, 1 жылдың ішінде деп айтайық, 6 ай демей ақ қояйын. 1 жылдың ішінде, мүмкін одан да тез болуы мүмкін, үй алғым келеді дейтін адамдар болса, осы шартты орындасаңыздар, осы подкасттың сілтемесін таратыңыздар, әр қазақ үйлі болсын, және осы подкасттан сіз не түсіндіңіз, осы комментарийға жазып кетіңіз. 5 адамды біз қалай таңдасақ болады екен? Мен онда комментарийдан таңдап алайын. Номерін сұрап сізге жазамын, иә. Онда сол шарттарды орындаңыздар. Мен өте қуаныштымын біздің подкастқа келгеніңізге. Мен ипотека экспертінің бірінші қонағы болып тұрсыз. Енді сізді бұрыннан танитын болған соң, өзім енді адам көп қой, бірақ жаныма жақын болдыңыз да. Осы сізді шақырайыншы, басқа адамдарға пайдалы болсыншы дедім. Және тағы біз басында айттық қой, ИП-ның мүмкіндіктерін білмейді деп ше. Менің подкастымда өте көп кәсіпкерлер көреді да. Осы кәсіпкерлер де осы ИП-сымен хотя бы даже 20 миллион оборот болса да, 1 жылда үй алады деген нәрсеңізге өте қатты риза болып отырмын. Рахмет сізге. Сізге де көптен көп рахмет. Қазір көп адам үйлі болу мүмкіндік негізі көп. Просто бізде шектеу басымызда. Яғни үй алу қиын деп ойлаймыз да. На самом деле дұрыс дайындық жасаса, ол сіз ойлағандай қиын емес. Және бір зат айтайыншы, осы үй алғысы келетін адамдар ше, ипотека эксперттерінен емес, туған туысынан, көршісінен, басқа адамдардан сұрайды екен ше, консультацияны. Қалай алам деген сияқты. Сондықтан да басқа адамнан емес, маманнан алыңыздар. Қазір бізде автокредитование деген өте көп. Осы нәрсе қалып кетті, айтылмай. Яғни сіз қазір бізде машинаны кредитке алу өте көп болып кетті. Иә.
егер сіз үйге дайындалып жүрсеңіз, үй алам деп дайындалып жүрсеңіз, бірінші үй алып алыңыз, содан кейін машина алыңыз. Өйткені сіз үй алғаннан кейін машина сізге одобрение бере береді. Ал сіз қазір бірінші машина алдыңыз, одан кейін үй алам десеңіз, сіздің табысыңыз жетпей қалады. Жақсы, рахмет келгеніңізге. Сіздерге де көптен көп рахмет. Бұйыртса сіздің де оқырмандарыңыздың үйлі болуына атсалысайық. Рахмет.